Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге жасалуы оңай әрі тез жасалынатын сникерс пирогын дайындайтын боламын. Алдымен ұнымызды, осылай какаомызды електен өткізіп, ерітілген сармаймызды осылай салып, үстіне разрыхлителерді қосып, барлығын осылай ұнтақтап қоршық жасап алатын боламыз. Енді шекерімізге бір жұмыртқаны жарып, осылай араластырып, қанты ерігенше осылай араластырып алатын боламыз. Қыздар, описаниеға мөлшерлерін жазып кететін боламын. Ертіп аламыз. Енді бұны ұнымыздың үстіне қосып, осылай қамыр елейтін боламын. Неге қамырымыз дайын, жұмсақ, осылай қамыр болып шығады. Енді бұны біз формамызға салып, осылай қолымызбен шеттеріне бонтигін шығарып, шеттерін кішкене шығарып, осылай дайындап аламыз. Енді бұның салмасына орехымызды, сгущенкамызды араластырып, үстіне құятын боламыз. Үстіне құйып, қасықтың көмегімен жан-жақтарын тегістеп жайып алатын боламыз. Енді бұны 180 градуста пешке 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне піскен пирогымыз дайын. Енді үстіне глазур дайындайтын боламыз. Шоколадымызды сармаймен ерітіп аламыз. Сармай салынғаны көрінбей қалыпты. Ерітілген шоколадымызды осылай пирогымыздың үстіне құямыз. Енді бұны холодильникке 3-4 сағатқа қойып аламыз. Міне пирогымыз дайын. Сіздерге менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басып кетің.